Құрметті әріптестер, бүгін сіздердің назарларыңызға мектеп директорлары үшін біліктілік арттыру курстарының басқару модулі бойынша сұрақтарды қарастыруды ұсынамын. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында орта білім беруді ұйымдастырудың педагогикалық менеджменті тақырыбындағы мектеп директорлары үшін біліктілік арттыру курстарының басқару модулі келесі сұрақтарды қарастырады. Бірінші, білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы білім беру сапасын басқару. Екінші, білім берудің жаңа парадигмалар аспектісіндегі басқарудың стильдері мен әдістеріне сипаттама. Мектепішілік басқаруды жетілдіру мен басқару қызметінің мәдениетін дамытуға педагогикалық менеджменттің ықпалы. Теориялық материалдарды оқыту барысында назарды ерекше аудару қажет. Бірінші, білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы білім берудің сапасын басқару жүйесін модернизациялаудың басты бағыттарына. Бұл сапаны басқару, тиімділікті басқару және қолжетімділікті басқару. Екінші, қазіргі басшының міндеттері білім беру ұйымдары қызметінің нәтижелігін қамтамасыз етуге бағытталған басқарудың тиімді стильдері мен әдістерін таңдауды үйрену. Үшінші, менеджмент ұйымның мақсатына жету үшін қажетті басқару қызметтері, яғни ұйымдастыру, жоспарлау, ынталандыру, бақылау үдерістерінің өзара байланысын білу және түсіну. Төртінші, бұл педагогикалық менеджмент қызмет етуі мен дамуына және олардың тиімділігін арттыруға бағытталған педагогикалық жүйелерді басқарудың технологиялық әдістері мен ұйымдастырудың түрлері және кешенді қағидаларын қарастырады. Білім беру үдерісінің әрбір қатысушысының өзін-өзі тану жағдайына жатқызуға болады. Бірінші, бұл тұлғаға бағытталған басқаруды. Екінші, педагогикалық менеджменттің негізгі қағидаларын іске асыру. Үшінші, педагогикалық менеджменттің өзара байланыстылық және біртұтастық қызметін жүзеге асыру. Төртінші, бұл педагогикалық менеджменттің ұтымды стилін таңдау. Педагогикалық менеджмент басқаруды жалпы мақсатқа жету үшін адамдардың ынтымақтастық қағидаты мен потенциалдарын дұрыс бағыттау көзқарасында қарастырады. Сондықтан тыңдаушылардың өз бетімен жұмыс істеу барысында білім беру жүйесі қызметінің сапасын кешенді бағалау үлгісін жетілдіру, білім беру ұйымдарындағы сапаны басқарудың тиімділігін сараптаудың ішкі көрсеткіштері мен критерийлердің тізбесін құру, сапа менеджментін қамтамасыз ету бойынша іс-әрекет жоспарын жақсарту, мектепішілік басқаруды арттыру бойынша жол картасы, яғни іс-әрекет бағдарламасын жетілдіру, нәтижелі басқарушының үлгісін дамытуға сүйенуді ұсынамыз. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында орта білім беруін ұйымдастырудың педагогикалық менеджменті тақырыбындағы мазмұндық модуль келесі көкейкесті мәселелерді қамтиды. Бірінші, менеджментті енгізудің тиімділігін бағалау параметрлері мен критерийлерін. Екінші, менеджмент жүйесіндегі дамыта басқаруды, өзгерістерді жоспарлау мен қызметтер нәтижелерін талдауын өткізу технологиясын. Үшінші, ашық баяндама басқару сапасын арттырудың бірден-бір ресурсы. Сонымен қатар төртінші, білім мазмұнын жаңартуға және оқыту үдерісін ұйымдастыруға жаңа тәсілдер мәнмәтіндегі білім беру ұйымдарының инновациялық дамуын басқаруды. Бесінші, корпоративті оқыту қағидасында біліктілік арттырудың мектепішілік жүйесін білуді. Сонымен қатар алтыншы, мектептің өзін-өзі аттестаттау қызметінің тиімділігі туралы объективті қорытынды алу және педагогикалық ұжымның кемеліне келу көрсеткішін білуді. Сонымен қатар теориялық материалдарды оқу кезінде келесі мынандай концептуалды жағдайларды есепке алуға болады. Бұл білім сапасына бақылау жүргізудің бірыңғай тәсілін енгізу, білім берудің бірыңғай мониторинг жүйесі, білім сапасын бірыңғай бағалау жүйесі және білім беру жетістіктерін бірыңғай бағалау тәртібі. Мұғалімдердің кәсіптік дамуы мен мектеп жұмысының сапасын арттыру бойынша нәтижелер негізінде іс-шаралар жүргізгенде ғана сапаны бағалаудың кез келген түрі мағыналы болады. Сапаны бағалаудан инновацияға дейінгі бұл кері байланыс сапа менеджментінің негізгі және басты қиындығы болып табылады. Ашық баяндама бұл өзгерістер үдерісі мен басқарушылық шешімдерді іске асырудың нәтижелігін қадағалау, білім беру мекемелерінің дамуы мен істеген жұмысына тұрақты өзіндік талдауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Теориялық материалдарды оқыту барысында назарды ерекше аудару қажет. Бұл инновацияны басқарудың құрылымына, ұйымдарды ұйымдастыру формаларына, білім берудегі инновацияның ерекшелігіне, инновациялық жобаны жетілдірудің негізгі сатыларына, басқарушылық инновациялық технологияларға, жаңа тәсілдер мәнмәтіндегі инновациялық оқу орындарын басқару беталыстарына. Мектептің өзін-өзі аттестаттау үдерісін өткізу кезіндегі маңызды аспектілердің бірі бұл оның барлық қатысушыларының құзыреттіліктері, қызығушылықтары, қабілеттері мен педагогикалық құбылыстарды зерттеуді ұйымдастырудың формалары мен мақсаттары, мазмұны мен олардың нәтижелерін өзін-өзі бағалаудың шебер ара қатынасын белгілеу. Тыңдаушылардың мазмұндық модуль бойынша өз бетімен істейтін жұмыстары практикалық сипатта болып,
курсты игеру барысында алған білімдері мен дағдыларын күнделікті кәсіптік қызметке енгізуді болжамдайды. Бүгінгі курсқа назарларыңызды салып тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін. Қош сау болыңыздар.